Сәлем достар, бүгін сіздермен жасалу жолы өте оңай әрі өте дәмді болып шығатын американдық панкейки жасаймыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бізге ең алдымен жылы сүт, қант, ұн, қопсытқыш, жұмыртқа және май керек. Алдымен осы жұмыртқаның үстіне қантты салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай үстіне жылы сүттен құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Осы қоспаның үстіне ұн және ұн қопсытқышты елеуіштен өткізіп, 3 бөлікке бөліп саламыз. Қыздар, әр салған кезде міндетті түрде жақсылап араластырыңыздар, өйткені түйіні қалмайтындай сұйық бір консистенция болу керек. Сары майды микротолқын пешінде ерітіп алып, ең соңында қамырдың үстіне салып, барлығын ең соңғы этапта араластырамыз. Ендігі кезекте панкейктарды пісіру үшін табамызды ең жоғарғы дәрежеге қойып, табамыз ысығаннан кейін оны сәл төмендетіп тастаймыз. Өйткені панкейктарымыз жаңағы асты күйіп кетуі мүмкін. Піскен панкейктің дәрежесін көру үшін ең алдымен үстіндегі көп тесіктерге қараймыз. Міндетті түрде осылай үсті кеуіп және осындай бір тесіктер шығып жатса, асты пісті деген мағынаны білдіреді. Сол үшін де ауыстырып, екінші жағына аударамыз. Негізінде алғашқы шығатын панкейктер осындай қоңырқай, қою түсте болады, өйткені біз табамызға май жақпағаннан кейін кішкене күйіңкіреп піседі. Келесі екінші болып пісетін панкейктарымыз ақшыл түсте піседі. Мінекей қыздар, тез әрі дәмді панкейктарымыз дайын болды. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге және де жасап болғаннан кейін де міндетті түрде менімен бөлісіп, осы видеоның астына өз пікірлеріңізді жазып, жылы лебіздеріңізді білдіруді сұраймын. Және де каналға міндетті түрде тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.